километрде қиналған сәтте жылап, өзін жылап аласың, жаңағыдай жаның қиналғанда. Басты қарсыласымыз енді біздің миымызда ғой. Адам баласын бір сутка жүгірдім, 23 сағат 47 минут жүгірдім тоқтамастан. Әке-шешенің қолдауы дейтін саған бөлек қой, бөлек сезім береді ғой, әке-шешенің қолдауы. Спортпен айналысқан адамды сеніп күткен адамда фұрсатымда да кейін ол сажырал деп содан белые ночи уақытында бардым. Кастакөде жүгіру бар деген кім сенеді? Ешкім сенбейді. Мен түсірмеші андай. Дейсің ғой да? Армысыздар, құрметті көрермен, бізде бүгін алғашқы қадам подкастының кезекті шығарылымы және мен жүргізушісі Биба Арманқызы. Баршаңызға белгілі, биыл Абай Құнанбайұлының дүниеге келгеніне 108 жыл мерейтойына байланысты елімізде көптеген үлкен шаралар өткен болатын. Соның бірі Семей қаласында өткізілген ультрамарафон және соның жеңімпазы жерлесіміз ауданымыздың мақтанышы Баубек Ілиясов ағамыз қазір біздің ортамызда. Баубек аға, бүгінгі подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осылай подкастқа шақырып отқандарына көп рахмет. Енді Абай дейтсе, қазір биыл дейтін енді Абай дейтсе, қай жерде Абайдың сөзі жүреді, сол жерден табыламын, короче. Андай Абай деген жақын ғой бізге. Биыл енді берекелі жыл болды. Осылай подкаст шақырып, енді бөлісіп, енді ары қарай не тек деп жатқандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Енді сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Тағы да қош келдіңіз Баубек аға. Біздің подкастымыздың аты алғашқы қадам болғандықтан, алғашқы қадамыңыз осы спортқа деген, соның ішіне жүгіруге деген өзіңіздің алғашқы қадамыңыз туралы айтып кетсеңіз. Енді алғашқы қадам дейтін ер бала болғасын барлықтарымен спортқа жақын болады ғой. Спортқа жақын боламыз. Енді кішкентай кезімізде енді 4-5 соққан кезден бастап енді спортқа жақын болдық. Енді түсінбесек те футболға бардық. Енді ол кезде біз қатысатын жүгіру деген жаңағыдай қазақша күреспен сосын футбол болды. Сол футболға бардық. Балдармен еріп, оны түсінбей басын содан бала болғасын қызығушылықпен тек енді футбол ойнағасын, күнделікті ойын баласы болғасын. Соны футбол ойнап, 9-шы сыныпқа дейін футбол ойнап, ары қарай қалаға оқуға кеткеннен кейін тағы да осы спортқа жақын болдық енді барлығында. Содан футбол ойнап жүріп, 2018-дің аяқтары, 2019-ның бастарында, 2018-ның аяқтарында футболдан шыққаннан кейін осындай кісі марафон жүгірді деген Асхат Рамазанов деген Оралда ағамыз бар, кәсіпкер. Сол кісі марафон жүгірді деген естігеннен кейін марафон бар ма не деп, өзімен баяғыдан бала кезде жүгіруді жақсы көремін. Сол бар ма не деп барып, сол кісімен таныстырыңдаршы деп, содан сол кісінің дейтін тауып алып, сөйтіп танысып, содан осы жүгіруге келдік қой. Қазір енді еш өкінбеймін, осы жүгіруге келіп, жаңағыдай өзім жолымды тауып, мысалы енді қанша, например, адамдар бар, мысалы өздерінің жолын басқа спорттан болмасын, үлкен нәтижеге, жетістікке жететіндей менен де мықты, например, олимпиада чемпионы демейін, енді одан да мықты деген, например, ер азаматтарымыз бар ғой, солар өздерінің жолдарын таба алмай жүргендер бар. Мен осы 25 жасымда осы жүгіру спортын тауып, осылай келгеніме өте қуаныштымын. Енді ешқандай өкінішім жоқ. Енді әлі алда қалай осы 50-ге де 60-ға да келгенде енді осы спортта болып, өзім шәкірттеріммен, өзімнің, например, ұлыммен, қызыммен деген сияқты бірге осы спортта болып, соларға үлгі болатындай, сондай болғым келеді, сондай мақсатым бар. Енді ары қарай денсаулық берсін. Ары қарай аяқтарыңыз аман болсын. Ары қарай жетеміз деген ойдамыз. Иә, бұйырса жетесіз ғой. Және осы Семей қаласындағы ультрамарафон туралы айтып кетсеңіз, қалай естідіңіз, дайындығыңыз қанша уақыт болды, қиындықтар болса, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді Семейге дейін де енді мен жүгірдім ғой. Семейге дейін де мен 150 километр жүгірдім, 230 километр жүгірдім, Сарықұдықтан Казталовкаға да жүгірдім. Енді оған дейін кішкене ұмытылып қалды. Енді Семейге де мен дейтін басқа жарыстарға дайындалып, осы қысқа қашықтықтағы жарыстарға дайындалып жүріп, ультра дистанция деп айтады ғой, енді 40 километрден асқан, 42 километрден асқаннан кейін. Содан Абайдың жарысын көргеннен кейін, жүлде қорын көргеннен кейін 10 күндей дайындалдым. Примерно 10 күндей болады. Июльдің 20-сынан июльдің 30-сына дейін примерно дайындалдым, ары қарай демалдым.
10 күн ішінде жақсы дайындық болды. Енді тап мықты болмағанмен енді әрекет қой, енді бізден көрейінші ары қарай енді бұйырғаны болады ғой деп әрекет еттім. Сол жүлдеқор, үлкен жүлдеқор болғасын, енді жақсы спортшылар келді. Қиын да жолмен келді. Енді мен как раз сол уақытта Санкт-Петербургке барып келдім. Содан Астана мен Бурабайға барып келдім. Кішкене енді ақша жағынан да мысалға керек болды да, мен енді жаңағыдай әке-шешемді айтқам, енді ол кезде де айтқам, қазір де айтайын, әке-шемді қыдыртқым келіп, енді соларға мүмкіндік істегім келіп, сондай бір ниетім болды. Енді сол ниетпен бардым ғой. Енді барғанда сол қиындықтың барлығын жеңуге, жаңағыдай трассада өте қиын жағдайлар болды. Енді оны мен білемін, мысалға сол жерде болған адамдар біледі, қалай көрген. Сол жерде берілмеуге, енді сол адам баласы мақсат қой, жаңағыдай өзін алға сүйрейтін, жаңағыдай әр жерде, например, жұмыста болмасын, өмірде де барлық жерде мақсатым болса, мысалға енді мақсат керек қой, любой жерде де мысалға біздер мақсат қоямыз, например, ананы алу керек, мынаны алу керек, кішкентай мақсат болғанмен үлкен, например, армандарымыз бар, мысалға енді оны сол мақсаттың бірі сол осы жерде Оралдан келіп, енді ештеме ұтпай қайтасың ба деген бау деп, сол 52-ші километрдегі сол енді өзіме бір андай шылшық болады ғой адам баласына. Содан бастап жұмыс істедім ғой, содан бастап мен ояндым, содан бастап жарыс басталды маған, содан бастап. Содан бүткіл қиындықтан, например, 160-тан 170-ге дейін километрде қиналған сәтте жылап, өзің жылап оласың, жаңағыдай жаның қиналғанда. Ешкім көрмейді, трассада көзіңді сүртіп, мысалға қайта айтсам, мысалға адамдарға енді өтірік сияқты болып көрінеді ғой, бірақ өте ауыр жолмен, например, қатты қиын еңбекпен келіп, сол сәтте шыдап, например, жеңгеніме қазір өте қуанамын қазір. Мысалға сол сәтте берілесе алуға да болатын еді, мысалға, или бір сылтау тауып, потому что енді біздің басты қарсыласымыз енді біздің миымызда ғой, адам баласының күш дейтін шектеу сол ми дейтін неше түрлі сылтауды іздеді ғой. Мысалға енді Баубек аяғын етті, қолын қанат, Баубек шаршадың ғой, Баубек 10 километр жүршігеш деген сияқтылар болды. Оны неше түрлісі кіреді миға деген, құттай өзіне сомневаться етсең. Сол сәтте берілмегеніме, сол мақсатыма жеткеніме, кішкене болса да мақсат қой, сол адам баласына жеттім. Ол енді мен, например, шарықтау шегім емес деп ойлаймын. Алда енді әлі үлкен жарыстарым бар ғой. Әлі алда келесі алдағы жыл, 10 алдыңғы жылы үлкен мақсаттар қойдым. Енді бұл Абайдікі дейтін бастамасы деп ойлаймын. Өзім енді әрекет етемін, ол мақсатқа жетем ба, жетпеймін ба, енді бір Алла біледі. Көреміз. Ең ұзақ жүгірген километр осы 180 километр, да? Ең ұзақ жүгіргенім 230 километр болды. 2020 жылы 15 желтоқсаннан бір сутка жүгіріп, 16 желтоқсан күні бітірдім. Бір сутка жүгірдім, 23 сағат 47 минут жүгірдім тоқтамастан. Орал қаласынан Сарқырама деген жерге жүгірдім. Ауыр жолмен кетті, енді ол да бір ауыр жолмен кетті, жаңағыдай. Онда да жүгіріп келе жатыр. Онда машинамен мен әкем анамды алып келді. Маған көрсеткен жоқ. Маған Жымпитыға жеткенде айтты маған, Баубек, сенің әкем анам анда ауылда күтіп отыр. Мен поворотқа жақындағанда бір шыңғырлаудан ары қарай бір Жымпиттан ары қарай бір 60 километр жүгіргеннен кейін екен, соны әкеме айттым, әкеме анамды алып келдірші, соны көргім келеді деп. Сол кезде алып келді, түнде таңға жақын екен, сонда мен әкемді көріп, қазірде видеолары да бар, келіп құшақтап, енді ана жерде мен аяғым істемей келеді, жылап тұрып, енді ана жерде жылағаным бар. Жылап тұрып айтамын, аяғым істемей келатыр, мен ана жерде қиналып келатырмын дейді. Маған айтады, шыдап, мен ауылға барып келдім, балам шыда. Ана жерде бүткіл ауыл болып сені күтіп отыр, шыдау керек, енді шыдау керек деп сөйлейді. Сосын көз жасымды сүрттім да, сол жерде болды, шыдаймын дедім да, жүгіріп кеттім ары қарай. Енді әке-шешенің қолдауы дейтін саған бөлек қой, бөлек сезім береді ғой. Әке-шешенің қолдауы, әке-шешенің сенімділігі, например, осы уақытқа дейін мен қанша, например, жүгіріп өттім, сол сәттерде мен күшті дейтін, сол өзімнің әкемнің қолдауым арқылы, сол арқылы өзіме біраз берілетін жерде берілмей, соны қолдау арқылы өттім деп ойлаймын. Сізді жігерлендірді, да? Иә. Анаңыз. 180 километр деген әрине, сіздер көлікпен жүргенде
бір қиналып жететіндей бір арақашықтық қой. Соны сіз осылай жаяу жүгіріп өттіңіз. Бұл үлкен бір жетістік. Олай қарасақ бір мүмкін еместей болып көрінеді ғой. Жаңағыдай сіз бізде жазда кездесу ұйымдастырған кезде өзіңіз айтқан болатынсыз, сізді жігерлендіретін ата-ана деп. Сол кездесуден көптеген жастар, әсіресе өзіме де бір үлкен бір әсер алған болатын. Жаңағыдай ата-ананың жаңағы бізге деген берген үлкен тәрбиесі, олардың құндылығы туралы, және де деген спортқа деген бір қызығушылығым артқан болатын. Осы сіздің жеңіс тұғырындағы бір жолыңыз ерекше шабыттандырған болатын. Жалғыз мен ғана емес, барлық жас сол жердегі сол кездесуден кейін осы бір спортқа деген бір ерекше құлшынысы артты деп ойлаймын. Және спортқа келгісі келетін, және бастай алмай жүрген жастарға немесе үлкендерге қандай өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтар едіңіз? Енді ақыл кеңес айтатындай, енді әр адам өзі таңдау жасайды ғой. Мысалы, мен енді өзім таңдауым, мысалға, енді өзімнен айтып кетсем, спортқа осы келгеніме, осы вообще спорт таңдағаныма еш өкінбеймін. Мысалға, күнделікті өз-өзіңді жеңу ғой, адам баласы. Күнде өз-өзіңмен күресесің ғой, күнде, например, менде мысалы шаршайтын уақыттарым болады, мысалға, не үшін деген сияқты. Или кейде қысты күні, мысалға, қараңғыда, например, жұмыстан келгеннен кейін жаттығуға шығу керек, например, әлде тайғақта деген сияқты болады ғой, қиындықтар. Адам шаршағанда, ұйқың қанбаған кезде, қонақтан келген кезде, адам сол сәттерде, мысалға, өз-өзімен күрес бастады. Дисциплина ғой, адам баласын тәртіп осы спорт арқылы, мысалға, қаншама, например, жастар бар, мысалға, өз-өзін бастай алмай жүрген, күнделікті, мысалға, әрекет етпей жүрген біздің енді ортамызда қазіргі таңда, мысалға, Оралда, например, басқа жақта біздің енді жүгіретіндер, например, кездесеміз, әңгіме соғамыз, ойлары анық та, мысалға, енді өздерін қаншама, например, кәсіпкерлермен кездесіп жүріп, мысалға, осы жүгіруде жүргендер, солар дейтін әрекет етеді. Жаңағыдай салқын суға түсуім бар, мысалға, әлде мысалға, осындай бір жыл, келесі жылы, например, осындай күзде осындай 5 километр қашықтықты жүзіп өтуім керек деп. Сондай өздеріне біз мүмкін емес сияқты мақсаттарды қояды да, соған әрекет етеді адам баласы. Енді мен көріп жүріп қой, біздер дейтін сондай жерлерде, например, өзіне құлшыны саласында, өзіне бір жылдық, например, мақсат қоясың. Не істеуге болады, например. Жастарға, үлкендерге, мысалға, айтарым, енді осы спорт арқылы, например, өз-өзімен жұмыс жасайды ғой адам. Өз-өзімен жұмыс істеп, өз-өзіңді жеңіп, осындай, например, 40-қа келіп, 30-ға келіп, 50-ге келіп, өз-өзіңді жақсы сезініп, өзіңді дейтін, например, жақсы етіп ұстауын, например, сол дейтін, менің ойымша, байлықтан артық сияқты. Солай, өзің 50-ге келіп, мен, например, қазір таныстарым бар, 50-ге келіп, өзің дейтін 30-дағы адамдай болып ұстап, өзіне сондай сенімділік болады ғой адамда, спортпен айналысқан адамда сенімділік болады, өзін күткен адамда сондай болып жүрген мен таныстарым бар қазір дейтін. Солармен араласып, көрісіп, анарды көргенде кәдімгідей энергия аласың. Бауи аға, сіз өзіңіз жүгіріп қоймай, сондай-ақ қазір таңда жаттықтырушысыз, шәкірттеріңіз бар. Сол шәкірттеріңіз туралы айтып кетсеңіз, олардың жаттығуы туралы, және де қандай да бір жеңіс жолдары болса, сол туралы айтсаңыз. Рұқсатымды айтайын ба? Рұқсатыңызды айтсаңыз болады. Рұқсатымдарым да бар енді. Енді шәкірттерім бар, қазір таңда енді 4 балам Алматыда оқып жатыр. Қазақстан чемпионы болды деген жазда неге айтқан болатын, 2 дүркін Қазақстан. Сол шәкіртім Азия чемпионатына барып, Қазақстан рекордын орнатып кетті. Қазақстан кедергі арқылы 2000 метр қашықтықтан Қазақстан жаңа рекордын қойды. Кіші жасөспірімдерден. Қазіргі таңда енді өзім қол астында жаттығып жатқан 10-ның үстінде балам бар. Қазіргі енді үміт артып отқан бір балам бар. Енді Қазақстан чемпионы болады деген осы ауылда қазір қол астында жаттығып жатыр. Сол балам кеше Самарада 1-ші орын алып, Түркістанда 1-ші орын алып,
сосын Талдықорғанда 2-ші орын алдым. Жақсы, енді шәкірттерім жақсы нәтиже беріп жатыр. Енді ауылдың балдары ғой. Осы ауылдың балдары мүмкіндігінше дайындалып, енді қазір бапкерлік жұмыс істеген өзіме ұнайды. Енді әрдайым оқимын, әрдайым, например, ұлттық құрамамен жаңағыдай барлығымен бірге жаттығып, жаңағыдай білімді әрқашан білім үйренемін, әрдайым үйренемін өзіме. Сосын соны шәкірттеріме жасап көремін, жаттығуға істеп көремін бір жарыстың алдында. Ол жүре ме екен, например, ол жаттығу қалай болады екен деп тексеремін. Ол кейбір балаға ол жаттығу жақса, кейбір балаға жақпайды, соларды өзіме жазамын, өзіме анализ істеймін, сондай. Енді бапкерлік жұмыс та өте қиын жұмыс қой біздерде де енді. Бірақ шәкірттер жаман емес, енді жақсы нәтиже беріп жатыр, енді еңбек етіп жатыр, кішкентай балалар, қыздар жаңағыдай. Ойымша енді алда үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Менен асатын бар енді шәкірттерім. Бізден енді менен асып баратып, қайта мен жетемін, олар менен асады, солай біздің өзіміздің арамызда да бәсекелестік, шәкірттеріміздің арамызда да жақсы деп ойлаймын. Керемет. Қыз балдарда бар ма? Қыз балдарда бар, қазір қыз балдарда дайындалып жатыр. Сол 2 қыз баланы Оралға оқу жаттығу жиналып баратыр. Сол ары қарай Қазақстан чемпионатына алып барамын, Астанаға. Сондай мақсат бар. Жақсы, қыз балдардың мінезді, қыз балдарда тәртіп күшті болады ғой, ер балдарға қарағанда. Дисциплинасы өте мықты, қыздардың деген пысық, мен ойымша жақсы нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бұйырса көре жатарсыздар. Сәттілік оларға да. Жалпы спортта жеңіспен қатар, жеңіс те қатар жүреді. Сондай бір кездерде спорттан бір бас тартып кететіндей, осының бәрін қойып кететіндей сізде бір кездер болды ма? Болды, ондай кездер. Енді 2019-да жүгіріп бастаған кезде, 2021-де үйленген кезде, 2019-да үйдегі айтты, неге жүгіресің, осылай да осылай, 60 километр жүгіремін деп неткенде, ой, неге жүгіресің, оны сен жүгіре алмайсың деп сөйтіп қарсы шығып еді. Оларға дәлелдеп неттім, содан кейін үйленгеннен кейін бастап, неге жүгіресің, апам жазады, Баубек көшеш деп. Жоқ, мен андай біреуін де тыңдаған жоқпын, енді қиындықтар болды. Мысалға жарысқа шығасың, алатта ішім қысады, например, денсаулықтан тағы бірдеме болады, например, аяғым тартылып қалды, бірінші келатыр аяғым тартылып бір жарыстан шығып кеттім. Сондайлар болды, талай адамдар күледі. Сол кезде біраз адам күлді, маған осы уақытқа дейін күліп келді. Баубек жарысқа шығады, Баубектің іші ыстық қала береді деп сөйтіп күліп жүрген адамдар болды. Енді еңбек еттім, үн-түнсіз еңбек еттік. Енді ана іштен жының келеді ғой, енді адам баласы боласың. Өзің үшін, енді Баубек өзің үшін ғой деп сөйтіп. Содан еңбек етіп, еңбегімізге қарай бұйырды ғой. Енді еңбегімізге қарай әлі алда ниетке қарай енді аламыз деп ойлаймыз. Ой, талай болды, ондай қиындықтарда ұтылып қалдық та, талай жарысқа шығып. Бірақ енді кеше жарыста, ең соңғы жарысында өте ауыр жолмен келіп, орыс жігітпен жарысып келе жатып, соңғы жарыста 3-ші орында келе жатқам, маған артымда ешкім жоқ сияқты, бір уақытта 10 километр артымнан біреу жетіп еді. Одан қиналып, оны 14-15-те ме қайтадан осып кетіп, бірінші келе жатсам, 3-ші келе жатсам, қайтадан жетіп, ол алдыма шығып кетті. Содан финишқа бір километр жарымдай қалған кезде ол уже менен алға шығып кетті да, мен берілді ма жерде, 3-ші 4-ші орын аласың ғой, жарайды ғой деп нетіп жатқам. Бір уақытта біреу тұрып айқайлайды, давай, ты его сожрал деп. Содан ана жерде тұла бойындағы намысын барын жинадым да, содан қайтадан жетіп, екеуміз теке тіресіп, бүйтіп барып тек финишқа сөйтіп көріп едік. Финишқа келгенде құлап, ана жерде енді спорт болғасын қиындық болады ғой, мысалға құсып та жатырмын, андай полностью анандай уже организм неткен ғой, енді барымды беріп тастап, әр жарыс дейтін көрмейді ғой адамдар дейтін, просто енді дайындықты көреді, мысалға енді орын алғанды көреді, мысалға жарыс барысында қалай қиындық болады, әр орынға таласудың өзі өте қиын. Дайындалу қазір мүмкіндік, например, бізде ауылда дайындалу, например, енді бізде оқу жаттығу жиын жоқ, сондай қиындықтар өте көп қой, айта берсем енді ешкімге айтпайсың ғой. Баубек аға, сіз тек қана Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ басқа да бір шет елдерде болдыңыз. Бір есіңізде қалған бір мемлекет, сол мемлекеттегі қала, сол жердегі қызықты сәттер болды ма? Есіңізде қалды ма?
Енді мен мемлекет дегенде енді көбіне осы жерден енді көршілес елдерге бардым ғой, енді көбіне Өзбекстан, жаңағыдай Ресейдің біраз қалаларында, Қырғызстанда, енді былай одан арғы Европаға барған жоқпын. Визаға тапсырып, бізде визаға отказ келіп, былтыр Испанияға жарысқа барам деп. Енді келесі жылы бұйырса бара жатармыз. Енді оған дейін ең есте қалатын әлде айтамын ғой, Санкт-Петербург, Питер деп, ой, белые ночи уақытында бардым ғой. Өте әдемі, өте әдемі. Бөлек қой ана жақтың дейтін, вообще атмосферасы таза тұрған Европа ғой. Қанша қалада, қанша мемлекет неде болдым. Питерге жетпейді. Мен любойын айтамын ғой, қазір де айтамын, қай жаққа барады Санкт-Петербургқа деп, осындай Питерге баршы, жаңағыда Питерге баршы деп бәрін айтамын. Питерге барғаннан кейін мен басқа қаланы көргенде белые ночи деген ақ түн деп соны көрген мүлдем бөлек қой. Мен сонда қайтадан барар едім. 3-ші рет барар едім, мүмкіндігім болса. Сол мемлекет күшті болып қала Санкт-Петербург қаласы. Бауырбек аға, осы сіздің спорттан басқа, жүгіруден басқа хоббиіңіз бар ма? Біздер білмейтін жаңа аудан тұрғындарына мүлдем бір сізден бір жаңағыдай таңғаларлықтай жағыңыз бар ма? Таңғаларлықтай жағым дегенде таңғаларлықтай, ондай таңғаларлықтай емес шығар енді, бірақ бос уақытта енді шахмат ойнаймын, жаңағыдай сурет саламын, жаңағыдай сосын не істеймін, салқын суға түсеміз. Сондайлар бар. Енді жүгіруден бөлек күнде сол өзіне күнде тәртіп қой. Солар арқылы өзім енді шахмат ойнағанды жақсы көремін. Бос уақытымда алған шахмат ойнаймын көбіне. Жақсы көремін, ұнайды. Сүйемін деймін ба. Сондайлар бар. Енді бұрын биледік, енді кішкене лезгинка биледік кәдімгідей. Тойларда билеп, өзіміз андай бір қуып, жаңағыдай интерес қуасың ғой. Сол ары қарай қалды. Өте қызықты факт екен, лезгинка билеу деген. Иә, лезгинканы ініміз екеуміз үйреніп, бір неде мен тойға барып, содан тойда бір билеп, содан ол кезде студентпін. Анау билегеннен кейін, ананы көргеннен кейін үйренемін деп, содан ініміз екеуміз кәдімгідей үйреніп, профессионал түрде үйрендік, кәдімгідей профессионал түрде почти билеп жүрдік. Содан кішкене қалып қойды. Жақсы үйреніп едік. Билеп бүткіл той, бүткіл нелерін бәрін билейтін едік. Бауырбек шықшы. Бәрін әйтеуші билей бердік. Қазір енді кішкене қалып қойды. Бірақ енді қалғанмен бәрін білеміз де, миымыз бәрін біледі, бірақ әлі физически нетамдесін де кішкене тренировка керек. Бір айдай тренировка жасаса, мен ойынша бұрынғылар қайтып келеді деген. Билеуге болады әлі де. Енді жігітке жетті өнерде аз дейді ғой, сіздің уже мына жерде лезгинка, шахмат, жаңағыдай жүгіру, сондай-ақ білім жағына мектеп кезінде қандай болдыңыз, немесе қазіргі. Шыны керек, мен сіздің мамандығыңыз туралы білмейді екенмін, сол туралы айтып кетсеңіз. Мектеп кезінде білім дейтін орташа болды. Орташа анандай ғой, бала кезде дейтін сабақтан қашып кеткенге бірге қашып кетесің, андай қасып Аслан деген досым болды. Екеуміз дейтін, анау сабақ оқымайды, ол да сабақ оқымайды, артынан еріп бересің де басасың. Одан үйден ұрыс естисің, баламыз ғой. Көп нәрседен мысалға андай не сабақтардан апайлардан талай ұрыс естисің, неше түрлісі болды. Енді қазір маған класстастарым айтады, кезінде апайды салып қалдың ғой сен деп. Есімде жоқ. Сондай болған. Класста қыздарды салып қалдым дейді, сен баяғы кішкентай шоққанда ма, тоққанда ма, бәрі болған болып тұр ғой. Значит, мен есімде жоқ. Сондай андай қызық сәттер ғой. Апай бірдеңе келіп ұрысқанда, сен апайды салып қалдың деп, бірдеңе деп басынан соққанда деді ма, бірдеңе. Сабақта енді орташа болды. Білімім дейтін енді 9 сынып кеттім ғой мен, 9 сынып. Қалаға барам. Қалаға барып оқуға барғаннан кейін мені орташа нені бітіріп, содан вообще қатысы жоқ мамандықпен жұмыс істер, сондай бағытпен кеттім ғой. Айналып не дейтін, өмір деген айналдырып, шырқкөлге айналдырып, өзінің жолына түсіреді екен. Сол айналып жүгіруге айтып келдік қой, спортқа айтып келдік. Ауданға келіп, қазір таңда сіз
спорт мектебінде жаттықтырушысыз, да? Мен қазір енді аудандық спорт мектебінде жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Енді бапкерлік міндетті мен ол спорт мектебінде жұмыс істемей жатып бастадым. Ешкім маған ақша төлемеген, зарплатамен басқа жұмыста жұмыс істеп жүріп, тегін түрде бала жаттықтырып жүріп, сонда бір баланы интернатқа түсірдім. Тегін Алматыдан бірінші орын алғаннан кейін сол жаққа интернатқа шақыртып, сол бір баланы түсірдім. Сол балам қазір екі дүркін Қазақстан чемпионы болды. Өзіңіздің жалпы басқа аудандарға қарағанда шыны керек біздің Қазталов ауданы осы спортқа деген бір барлық спорт түрінен шыны керек алда ғой. Қазталов ауданы соның ішінде жаңағыдай жүгіру, өзіміз сияқты ғой, жүгіру Қазталовқа жүгіру бар деген кім сенеді? Ешкім сенбейді. Оралға жарысқа барасың, басқа жерге басында тұрасың, күшті болып киініп алғандар, Оралға жарысқа барасың, Қазталовқа жарысқа келді деген ешкім білмейді ғой басында. Содан кейін қазір біздермен санасады ғой Қазталовқа келеді дегенде, ол кезде осының орыстар деген біздің миымызда солай қалыптасып қалған ғой. Бауи аға, сіз жүгіру барысында не ойлайсыз? Или ойыңыз басқа жақта бола ма? Қалай жаттығасыз? Жаттығу барысыңыз туралы айтып кетсеңіз. Енді жаттығу барысы туралы айтсам, мысалға мен, например, определенный уақытта шыққан жақсы көремін. Мысалға енді ерінесің ғой, кейде ерінетін уақыттарым бар, енді шыққым келмейді, мысалға ойланасың, сол уақытта менде бір ситуация болды. Дұрыс жаттықпай жүрдім. Былтыр сәуір-мамыр айларында жаттығуға шығамын, 2 күн шығамын, 2 рет жаттығанда бір күн жаттығуға шықпай кішкене солай болып жүрді да, сосын Татарстан Қазанға бардым. Барып Қазанда жүгіре алмай, содан қатты намыстанып жүгіре алмай келе жатсам, Оралдың бір қызы видеоға түсіріп тұр. Баубек деп мен түсірмеші, мен жай жүгіріп барам ғой, түсірмеші деймін. Ана видеоға түсірмеймін, қатты намыстанып кетті, еттім да, үйге келемін де дұрыстап дайындаламын деп. Содан үйге келдім, Қазаннан келдім. Отырмын, ойда отырмын, бір күн демалдым да, бір күн неге жаттығуды бастадым. 2 апта бойы дұрыстап тұрып жаттықтым. Енді ойлар жүгіріп келе жатқанда сол кездегі ойларым мақсат болды. Енді действительно мақсат болды. Дұрыс, Баубек біріншіден сол кезде кішкене салмақ жинадым, салмақ түсіру, содан екіншіден өзіме как раз Санкт-Петербург қаласына дайындауым керек болды. Сол мақсатпен күнде жүгіріп жатқанда финишқа келе жатқандарымды ойлаймын, музыка тыңдап жатсам да, клин рухты әндер тыңдаймын, қазақи рухты әндер тыңдаймын көбіне. Соларды тыңдап отырып, финишқа келгендегі, пьедесталда тұрғандағы, адамдар құттықтап жатқан клин сондай ойларды ойланып кетесің да, өзіме өзін не жүгіріп жатқанын білмейсің, тек осы жұмыс істеп кетесің, бір уақытта 1 километр жүгіріп тастағаннан кейін есін жинайсың деп айналаңа қарап аласың да, сосын қайтадан кейде сөйлеп кетесің, өзің ойланып жатып, өзімен сөйлеп ұялып қаласың, айналаңа қарайсың, адамдар жоқ па деп біреулер естіп жататын да болады, может наушникпен жатасың. Сондай ойлармен сөйтіп жаттығуды өткізесің. Енді ауылда дейтін қазір шәкірттерім бар ғой, шәкірттермен бірге жаттыққасын, кішкене жеңілдеу, бұрын басында жалғыз өзім кішкене жалғатын уақыттар болады. Енді мотивацияң кішкене таусылады, қайтадан мотивация өзіңді оятасың, қайта таусылады, қайта оятасың, новый бірдемелер аласың, сөйтіп сондай нәрселермен әйтеуір жарысқа дейін жетесің, сол жарыстан ары қарай уже бір жарыстан орын аласың, сосын ары қарай күш алып келесі жарысқа кете бересің ғой. Бауи аға, сіздің мақсатыңыз қандай? Марафон ба или жетістік пе? Менің енді қазіргі мақсатым, мен жүгіріп бастағандағы мақсатым өзімнің неге дайын, не істей алам, жетістікке жете алам ба, например, өзімнің күшім осы жүгіру мені қай жерге дейін алып барады, өзімнің жігерім, мотивация, мысалы, мені қай жерге дейін алып барады деген өзімді сынағым келді. Сол мені басында бастағанда, әке-шешем сенбегенде мен соларға дәлелдеймін деп басында сондай да мақсат болды ғой енді. Содан нәтиже шыға бастаған кезде
мен қазіргі, например, мақсатым жетістікке жеткен жақсы ғой, жетістікке жеткен адам қалады ғой, енді тарихта қалады мысалға енді. Бірақ енді басты мақсатым жаңағыдай адамдарға көрсету, например, мысалға енді қолдан келмейтін нәрсе жоқ, мысалға енді менде қарапайым, например, профессионалды емеспін, профессионалды түрде мысалға басында мен андай кішкентай кезімде базым болған жоқ, например, ертең келе дайындалып, еңбектің арқасында енді кішкене приспособленность дейді ғой адамда, сол бағыт болған болар, енді мысалға тезірек результат шықты ғой. Сондай адамдардың қолынан, кез келген адамның қолынан келеді, тек біреуге ерте келеді, біреуге кеш келеді, жаңағыдай сол еңбек ету керек, жаңағыдай әрекет істесе, например, жүгіру болмасын, басқа жұмыста да мысалға әрекет етсе, например, мақсат қойып, бір мақсатқа жетіп, одан келесі мақсат қойып, келесі мақсатқа жетсе, мысалға сондай мен өзім бір жылға план жазам, мысалға планға, например, өзімнің мақсаттарымды жазып, жаңағыдай жетем бе, жетпеймін бе, жаңа жүгіруде болсын, өмірде болсын, барлығын жазам да, соны өзім сақтап қоямын. Содан кішкене уақыт өткеннен қараймын, мысалға қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады, сондайлармен әрекет етемін. Енді жетістікке жеткен жақсы ғой, дайындалғасын жетістікке жеткен жақсы ғой. Жетістікке жеткенде адамдар бәрі сені көреді, жаңағыдай құттықтап неткен кезде сезім бөлек, бірақ ұтылған кездегі ұтылған жетім деймін, сондай сияқты ғой. Мен ойымша басты мақсат деген адамдардың ойына жеткізу мақсат, сол жақсы мақсат сияқты. Андай қазір дейтін көп адамда өзін таба алмай жүр ғой, например, арықтай алмай жүргендер көп, мысалға әрекет етсе түбінде бір нәтиже болады ғой. Болады, иә. Баубек аға, осы жүгіру сізге нені үйретті? Жүгіру маған қиын сәтте берілмеуді үйретті ғой. Ең бірінші берілмеуді, өзіне сену керектігін, жаңағыдай саған дейтін сенің жақындарың да сенбеуі мүмкін ғой. Тәртіпті үйретті, жаңағыдай жүгіруде дейтін кездер старт басталғаннан бастап өзіне сенесің ғой, өзіне сенесің. Өзіне әрдайым сенімділік болады ғой, сенің жаттыққан адам сенімділік болады. Қазір мен, например, өзіме жаттығу жасасам, өзіме сенімді жүремін. Мысалға, әр жарысқа шыққан сайын өзіме сенімділік аламын, жаңа таныстарды көремін, например, адамдармен танысам, жаңа біздің ортада, мысалға, мен қазір танитындарды көбі, например, жарты ортамның көбі мақсаттары бар, мысалға, үлкен кәсіпкерлер, бірақ та семен жүгіруде, мен былай айтып кетейін, жүгіруде үлкені де, кішісі де, жаңағы байы да, кедейі де, мысалға, басшы да, қарапайым жұмысшы да, бәрі де бірдей кроссовка киеді, жаңағы біреу қымбатын кисе, біреу арзан киеді, бірақ бәрі де бір стартовый линияға тұрады, бәрі бір деңгейде болады. Айтатын әңгімелері, финишқа келді ме, мысалға, мен сені танымасам да бірге жүгіріп өтсем, мысалға, ол нәмбай министр болса да, бірақ та ол кісінің айтатын әңгімесін, екеуміздің әңгімеміз жарасады да, ондай қандай деңгейде болмаса да, спорт деген барлығын бірдей деңгейге түсіріп, адамды сол уровеньнен ой өрісін бірдей қылады ғой, мен айтарым. Дұрыс айтасыз, Баубек аға. Құрметті Баубек аға, осы біздің бүгінгі подкастымызға келіп, өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен, жаңағыдай өткен жолдарыңызбен бөліскеніңізге сізге үлкен рахмет айтамыз. Және де осы біздің подкастымызды қарайтын көрермендерге өзіңіздің тілегіңізді жолдасаңыз. Енді подкаст қараңыздар деймін. Енді айтарым жастарға, үлкендерді үйдегі енді әке-шешені, мысалға, жаңағыдай соларды сыйлап, жаңағыдай енді еңбек етіп, жаңағыдай жас кезде, мысалға, еңбек етіп, бір іспен айналысып, жаңағыдай білімді күшейтіп, мысалға, бізге кезінде енді бізде енді жас болған кезде өйтіп айтатындай, например, біз енді ешкім болған жоқ. Қазір енді орта болар, енді орта болғасын, қазір ортамыз істейтін сондай болғасын, қазір көп нәрсе білгім келеді, үйренгім келеді. Мен өзімде сондай мүмкіндігім болса, үйренер едім, көп нәрсені үйреніп, жаңағыдай жаңа бастамалар деген сияқты болады ғой. Өзім істеп көрмеген нәрселерді,
осы жас кезде, например, мысалы бір іспен айналысып, соның нәтижесіне жеткізіп, соның, например, өкінбейтіндей етіп, например, бір өзінің атын қалатындай, например, или атын қалмаса да, жаңағыдай өзінің бір сүйікті ісімен айналысса адам деген, ол адам бос уақыт болмайды деп ойлаймын. Жаңа қазір енді бәрі дейтін үйге кіріп кетті ғой, балалардың бәрі қазір үйде соткамен, мысалы. Енді жастарға айтарым сол, өзінің ісімен айналысу керек қой. Сүйікті ісімен айналыстың, қандай да бір нәтижеге жететіндігін туралы сіз бізге үлкен үлгі болып отырсыз, және сіздің осы жеңіске деген жолыңыз жастарға үлкен тәжірибе береді. Тек қана жастар емес, сондай-ақ үлкендерге де үлкен мотивация. Баубек аға, сіздің осы жеңіс жолыңыз жастарға, тек қана жастарға емес, сондай-ақ үлкендерге деген үлкен бір шабыт сыйлайтын, мотивация сыйлайтындай болды деп ойлаймыз. Көптеген жастарға, жаңағыдай кішкентай балдарға, өзіңіздің шәкірттеріңізге сіз үлгісіз. Біздер барлық аудан тұрғындары болып, сізге әрдайым сәттілік тілейміз. Шәкірттеріңіз үлкен биік белестерге жете берсін. Сіздің де бұл соңғы жеңісіңіз емес, бұдан да үлкен жеңістердің жеңіс тұғырынан сізді көреміз деп біздер сенеміз. Бүгінгі подкастымызға келіп, өзіңіздің пайдалы ақпараттарыңызбен, өмірлік жолыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін біз Баубек ағаны тек жүгіруші, жаттықтырушы ғана емес, сондай-ақ басқа да қырларынан тани білдік деп ойлаймын. Жақсы жағынан бұл. Жақсы жағынан таныдық, иә. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкастым алған әсерлеріңіз сіздерге ұзағынан сақталсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.